Ассалаумағалейкум бауырлар, хәл жағдайларыңыз қалай? Бүгінде біз Мейірбек есімді бауырымыздың оқиғасымен танысатын боламыз. Егер сіздердің де өз естіген, білген, көрген, оқыған оқиғаларыңыз болса, онда менің ВК жеке парақшама немесе ВК тобымызға жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде келесі бөлімде шығады. Видео соңында ойын. ақш-тың Калифорния қаласында шағын бір отбасы тұратын. Анасы, қызы және баласы. Аналары жұмыстан кеш оралатын. Содан бір күні ағасы мен қарындасы үйлерінде жалғыз қалады. Сағат түнгі 12 болып қалған. Бір сәтте теледидар көріп отырғанда жарық көзі сөніп қалады. Үйдің іші тас қараңғы. Қорыққандарынан телефондарының жарығымен бөлмелеріне жүгіріп барады. Бірер уақыттан соң көрпелерін ашып қараса, есік алдында көзі қызыл, мүйізі бар бір мақұлық тұр екен. Бірнеше уақыт өткен соң, түнгі сағат 1-лерде анасы үйіне оралып, балдарының жоқтығын байқайды. Ертесінен сол екі балаға іздеу салынып жатыр деген газет бетіне хабар шығады. Арада 6 ай өтеді, бірақ балдар сол күйі табылмайды. Тым созылып кеткен соң, із-түссіз жоғалып кеткен деп деланы жауып тастайды. Арада тағы да 15 жыл өтеді. Қаланың ортасындағы 213 қабатты ғимараттың ішіндегі бірнеше нөмірде адамдар өлтірілді деп полицейлерге хабар түседі. Жұмыс барысында бейнетаспаға түсіп қалған күдіктілерді бақылап отқанда таныс көрінеді. Содан бұрынғы делаларды ашып қараса, сол баяғы 15 жыл бұрын жоғалып кеткен ағалы қарындас болып шығады. Ал енді ойын. Бір күні әкесі ұлына бір кітап беріп, мына кітапты оқысаң саған 2000 теңге беремін депті. Баласы бір аптадан кейін әкесіне келіп, әке, кітапты оқыдым, 2000 теңгемді бересіз бе дейді. Сонда әкесі баласына, кітапты оқымағансың деп жауап беріпті. Баласының кітапты оқымаған әкесі қайдан білген? Жауабын дұрыс, толық, нақты тапқан адам келесі видеода жеңімпаз болып шығады. Ал ендеше, аман сауда болыңыздар.